Сәлем оқырмандар, арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында глинамен маска жасаймыз. Ол бетті ағартады, әжімдерді кетіреді және бетті тартады. Бізге қажет заттар: глина, ол барлық магазиндерде болады, кішкене су және май. Мен бетім сухой болған соң мен май қолдандым. Сіздер бетіңіз сухой болмаса, майдың қажеті жоқ. Және маскаға ыдыс. Жылы су құйып, қаймақ тәрізді консистенцияға дейін араластырыңыз. Мен кішкене май құйдым, себебі менің бетім сухой тип божа. Ол глина бетті қатты құрғатып жібереді, сол үшін мен май қостым. Сіздер беттеріңіз майлы болса, майдың қажеті жоқ. Және жақсылап араластырамыз. Бетімізге жағып 15-20 минут ұстаймыз. Маска жасаудан алдын бетімізді жақсылап тазартамыз. Мен бетіме жаққанша сізге глина жайлы ақпаратпен бөлісе кетейін. Глина жайлы айтқаным дұрыс шығар. Ол бетке өте пайдалы. Әрі құрамында химиялық заттар жоқ. Сонымен қатар бағасы да қалта көтеріліктей. Глинаның пайдасы: беттегі әжімдерді тартып азайтады, безеуді кетіруге көмектеседі, бетті керемет тазалайды. Глинаны қолданған соң бетіңіз таза әрі тыныс алады. Бетіңіз майлы болса, аздап құрғатып, бетті жылтыр майдан тазартады. Глина бет терісін аздап құрғатқан соң крем жағып ылғалдырыңыз. Безеуге қарсы голубая мен ақ глина пайдалы. Қара глина да өте керемет тазалайды. Және бетке глинаны жаққан соң сөйлеуге, күлуге болмайды. Ол бет терісін тартып, әжімдерді тартады. 15 минут өткен соң бетімді жуып тастадым. Бетім өте тамаша болып қалды.